Мына bu фотография ғасыр башында түсірілген фотография негізінде işlenilген картина. Обращаем внимание на картину. Алар картина, то есть подлинник шулай бит, картинаға біз аттар, кішілер, қарғалар һәм ағаштар ясай аламыз. Біздің өзіміздің художник Абдыға Бұлдыра. Мына Ижбуби ауылының бір көрініші. Женский мусульманский училище. Бұл Россияда бірінші қызлар медресесі. Ол болған Қазанда түгіл, Уфада түгіл, Оренбургта түгіл, Ижбуби ауылында. Мен ойлап тұрам, шығанақ деп источник. Ол нәрсе не себепле Ижбуби, әлі темір юлы Қазанға рұқсат бермегенлерме, анда татар бик көбейіп кетмәсініп, үршіп кетмәсініп, әлі не себепле ол Ижбуби? Тарихи бір бәйләнішме анда нәрсе? Біз бұл себептерге экскурсия тамамлағаш тоқталармыз, чөнки бұл қатпаулы мәселе. Почему Ижбуби, почему село деген? Яр-яр, фактларына қарап. Мына бар, аның қырында, қаршында сақланған бұл қазіргіше айтсақ, мектеп директорының йорты. То есть, мұнда яшәгәнінде, аны екінші қатында Мөхлисә, Ғабдулла, Ғабайдулла бұл әлти әлилері. Бұл здание бар, сақланған. Ойласам да көп нәрсе бар. Мына директор аны ішіғалында қыздар мәдресесі. Не үшін мекен, өзіңіз айтыңыз әлі? Мен аны аңлай алмаймын. Аңлайсыз, чөнки қыздарға ол контроль болған. Неше көздерін тұталар? Малайлар келмейме, хулиган етмейме? Тәулік бойын текшіріп тұралар, егітлер келмейме деп. Өзіңіз айтыңыз, содан тоже наблюдать еткен. Ну, наблюдать мәсе ол директор, мүдир мәселен. Біз біраз үршіп кетірі халқыбыз. Мәшет шулайық исен бар. Бай пішінаны салдырайынды. Оларға қайда? Ғабдулла Тоқа айтқан, орыс байыса де ширка өттізді, татар байыса екінші қатын алады. Бұл орысша айтмышты исключение кімдір енді мәшет түзген? Мұхаммад пейғамбардың биографиясын үйренген бар ма, әзірек? Неше қатыны болған? Тұрып, әлі 8 қатта бір мезгіл. Бик дұрыс. Мұхаммад пейғамбардың болған қайбір мағлұматтар бойынша 8, 9, 12 һәм 15 қатыны. Аны мәселен үшіншісі бұл Ғайша, оңа күйеуге 6 yaşында, 8 yaşында. Қазіргі канунлар бойынша Мұхаммад әфәндіні мүмкін болған келішіп бүтмәді деп айтырған. Олар еткаларға. Өдіріс бұл уақыт ол исламны қабыл етмеген бола. Har теманың бар енді шынды шеттер. Har уақытның өзін канунлары болған. Так, тыңдап көшем. Директордың қыздары һәм малайлары. Так. Аббайдулла, Мөхлисә һәм Ғабдулла Бубилар. Бұлар бүтінсі бір туған. Аларының бірден, то есть әнелері бір. Әнесінің есімі Бәдір Банат. Тоже мұлла қызы шестаяғынан кеуге шыққан шейін ол бірнеше тілі біле тұрған абыстай болған. То есть абыстай оқылмаған, кеуге шыққанша оқымашты болған. Ижбубида жерленген. Бигерәктә біз көп білеміз Мөхлисә абыстай турында, һәм аның ике яқтағы старший һәм младший браттары турында. Бұл памятник, проект памятника, который должен быть установлен в селе Ижбубия. Мөхлисә, Абдулла һәм Ғабайдулла бұл эскиз эшләнелде. Һәм алға табайынды, аны Ижбубида орнаштыру деген әйбір бар. Мөхлисә турында да әрімді сөйлеп тұру керек түгіл, біз аны шәккіні бойы тұңадық. Мағлұмат бек көп, һәм бардылар. Аларның қайбір шәқси әйбірлері, пенсионный книжкалары, Совет дәулеті білген справкалар, визаны әзірек құпшылық әйбірлері һәм башқа түрлі әйбірлер. Онда yazılған, он бұл революционерім deyip mesela. Совет дәулеті аны таныған. Kitaplar. Kitaplar ғадетті ол турында бір бұла, 2 бұла шылай бет. Бізде 10-ден артық китап бар. Менде мұндай бар, менен неше ел оқып тұрды мен сіздің китабыңызына. Бар шетелде шыққанлары да, міне бұл Америка қошмаштыларында шыққан китап. Бәлки енді Байден оқып шыққандыр енді рас Америкада бастырғаш.
Бұл ханымның исеме Ғайша. Ол ИЖБ-ға бірнеше тапқыр келгені бар. Калифорния университеті профессоры. Южный Калифорниядан келді. Мынаның китабы, Волжский татары деген хам ИЖБ. Ол да әйттейді бұлдай сөз. Менің Америкадағы шәкіртлерім ИЖБ турында сізден көбірек білелер деп. Аннан келді Рифат Таби, Нью-Йоркский технологический институт мені визитқа беріп кетті, мен интервью алған ем. Көп кіші Түркиядан Надир Дәулет келіп кетті, профессор. Таби болғас Табиев болғандырында. Бәлки. Табиевтар Қасымовский татарлар. Қасым татарлар. Қасым татарлар. Табиев деген кіші бар, есіңізде ме? Фиқрат Ахмаджанович. Менің өзімнің қарашым бар, ол шырға. Совет дәулеті. Ну, олай болса да, мен бірге шаққатам. Ол 29 yaşında болған первый секретарь татарского обкома. 29 yaşında. 29 yaşында. Кіші шақыт болған жоқ. Ну, сәләті болмаса тұтмасылар, бәлки. Сәләті болмаса. Шақты сөз болды, солай бет? Түркілер турында. Біле, Түркияның милли геройы Мәриям Ахмаджа болған енді Абайдулла Бабиның қызы. Бұл турда тоже нәсіл давамшылары турында біз білеміз. Так. Міне бұлар қазіргі фотографиялар солай бет? Бұл Ғабдулла Бабиның орысша айтканда правнуклары, студентки Петербургского университета, где учился дядя Путин и дядя Медведев. Қазір бұлай туған ашып қын айтамын. Президент Путиндар оқыған жерде алар оқилар. Демек бұл дәлелейінде алардың бек нешек баслық шуларын. Так. Кеттігер. Келділер. Не болады? Ақтибар өткенсіздер.